Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде осы оқу ордасында ұстаздық қызмет атқара жүріп, өңірде жастар саясатының дамуына қомақты үлесін қосқан Мейрам Исатаев атындағы жастар сыйлығын табыстау кеші өтті. Сондай-ақ алғаш рет ардақты азаматтың атындағы шәкіртақы тағайындалып отыр. Мейрам Исатаев 33 жасында өмірден өтті. Осы қысқа ғұмырында таланты, еңбекқорлығы мен өмірге құштарлығының арқасында жеткен жетістіктері, адами қасиеті мен кісілік келбеті ұрпақ үшін үлгі етуге тұрарлық дейді ұйымдастырушылар. Жиналғандар марқұмды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Абзал азаматтың балалық, студенттік, отбасылық фотосуреттері жинақталған естеліктер көпшілік назарына сұнылды. Мейрам Исатаевның өмір жолын, еңбегін, оның жан-жақтылығын, оның азаматтық істерін үлгі тұту мақсатында осы университет студенттеріне ынталандыру, сол арқылы университет студенттерін жан-жақты тәрбиелеу мақсатында олардың жаңа жетістіктерін сезіндіру мақсатында осы Мейрам Исатаев атындағы жастар сыйлығы табыс ету кеші ұйымдастырылып отыр. Осы Мейрам Исатаевның еске алу мақсатында өмірімізде облыстық шағын футболдан турнир ұйымдастырылды. Бұл турнирге 8 команда қатысты. Мейрам Исатаев білімі, алғырлығы мен ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында айналасына сыйлы болды. Іні қарындастарына қамқорлық танытып, әріптес достары арасында аңқылдаған ақжарқын мінезімен есте қалды. 2005 жылдары барлығымыз студенттің өзін-өзі басқару ұйымының түлектері болдық. Мейрам Исатаевпен сол жерде басталған таныстығымыз үлкен достыққа ұласты. Мейрам Исатаев өте мықты, адал дос болумен қатар, осы оқу ордасының мақтан тұтар шәкірті болды. Талай шәкірттің жолын асқақ ашқан ұстаз, мақтауға тұрарлық азамат. Мейрам Исатаев атындағы жастар сыйлығының алғашқы иегері режиссура мамандығы бойынша білім алып жатқан 4-ші курс студенті Мирас Қобылан. Іс-шара соңында марқұмның анасы сөз сөйлеп, ұлын еске алып, еңбегін дәріптеп жатқан азаматтарға ризашылығын білдірді.